Асылзат 9 сыныпты бітіріп, қалаға колледжге оқуға түсті. Колледждің 2 курсын бітіретін жылы алғашқы махаббатын осы қалада кездестірген болатын. Уайымсыз қызықты студенттік кештердің бірінде Нұрболат есімді әскери жігітпен танысып, бірін-бірі ұнатып, екеуінің сезімдері үлкен махаббатқа ұласқан. Жігіт жақ Асылзатқа сырға салып, ата-анасы Асылзатын 18-ге толмаған ескеріп, кәмелеттік жасқа толған соң қыздарын ұзатуға келісім берген. Бір күні Нұрболат басқа қалаға іс-сапармен кететін айтып, сүйгені Асылзатты қимай құшағына қатты қысып, қоштасып кеткен болатын. Сүйген жігіті Нұрболат кеткен күннің ертесі оның қасында жүретін досы Асхат Айзатқа қоңырау шалды. Нұрболат пен Асхат жақын дос, қызметтес болатын. Асылзат, қалайсың? Жақсы, жайшылық па? Деп бас кезінде Асылзат аңтарылып қалды. Нұрболат келе жатыр, пойыздан күтіп алуға барамыз. Сені ала кел деген болатын. Ол 15 күннен соң бірақ келемін деп еді. Командировкасы отмена болыпты, деді. Мен сенің үйіңнің алдында тұрмын. Тез шық. Асылзат сүйгенін келе жатқанын естіп, жүрегі алып ұшып қатты қуанды. Жақсы, қазір шығамын. Асылзат студенттер жатақханасында тұратын. Тез киіне салып далаға шықты. Жаз айының кеш мезгілі болатын. Асхат сыртта көлігінен түсіп күтіп тұр екен. Жақындап келген Асылзаттың белінен құшақтап, қалайсың деп өзіне тартып мойнынан иіскеді. Асхаттың бұл қылығын ерсі көрген Асылзат ұялып кетті. Асхаттың құшағынан сытыла шықты. Өзінен осылай қалжыңдасқаны болар деп мән бермеді. Есілдерді сүйгені Нұрболат болатын. Сүйгенімен тез кездесуге асықты. Кеттік енді. Нұрболатты тосып алайық, деді Асылзат ыңғайсызданып. Ал кеттік, отыр, деп Асхат жымыңдап Асылзатқа басынан аяғына дейін тесіле көз тастап. Көлікте келе жатып Асхат ойнаған болып, осы сен Нұрболаттың несіне ғашық болдың? Жақсы көрем, деді Асылзат күле жымайып. Несін жақсы көресің? Асхат неше түрлі сұрақ қоймаш, жақсы көрем болды, деп Асылзат еркелей бұртия қалды. Мен сияқты жігітке қарамайсың ба? Көлігім бар, пәтерім бар, деп қалжыңдасқандай Асылзатқа жымия күле қарады. Көлік қала сыртына беттеді. Асылзат таң қалып, еш нәрсе түсінбей. Асхат, вокзалға барамыз ба? Қайда кетіп бара жатырсың? Қала сыртында бір жұмыстарым бар еді. Сонда соғып, кейін барамыз. Үлгереміз, асықпа, деді. Көлік қаладан шығып, қала сыртындағы заводтардың артына тоқтады. Далада қараңғы батып кеткен. Асылзат бас кезінде ештеңеге күдіктенбеді. Асхатқа сенген болатын. Асылзат тастай қараңғы далаға қарап, бұл қай жер? Деп сұрады. Сол сәтте Асхат Асылзатқа төніп келіп, Асылзаттың еріндеріне сүліктей жабысты. Тұншыға дем алып, Асхаттың кеудесінен итеріп, жындысың ба? Не істеп жатырсың, Асхат? Деп бұлқына қасарысты. Асхат Асылзаттың екі білегінен мықты ұстап тұрып, мен сені қатты сүйемін, Асылзат. Сені қатты сүйіп қалдым. Саған ессіз ғашықпын. Нұрболат қайтесің? Сен оған лайық емессің. Сен маған лайықсың, деп Асылзаттың еріндеріне қайта төнді. Асхат, сен не деп кеттің? Жібер мені. Мен сен Нұрболатқа айтамын. Нұрболатқа не деп айтасың? Өзің ғой маған шыққан. Сен Нұрболат келе жатыр деген соң шықтым. Не деп тұрсың сен, Асхат? Енді саған Нұрболат жоқ, ұмыт оны. Сен енді мендіксің, деп Асхат Асылзатты құшағына қысып аймалай бастады. Асылзат көліктен шығуға әрекет жасап еді, есік ашылмады. Асхат, не істеп жатырсың? Жібер мені. Жібере алмаймын, кешір мені, деп Асылзаттың нәзік денесіне баса қонжиып киімдерін шешіндіре бастады. Қанша бұлқынып қасарысқанмен қарулы жігіттің құшағынан сытылып шыға алмады. Бір сұмдықтың болатынын сезген қыз
ботадай боздап жылап жіберді. Нәпсіге ерік берген Асқат өзін өзі ұстай алмады. Сол түні Асылзат пәктігінен айырылды. Ісін бітірген Асқат жылап жатқан Асылзатқа: «Енді Нұрболатқа не деп айтасың? Сен оңбағансың, сен адам емессің», деп еңкілдеп жылай берді. «Сен енді менікісің. Нұрболатқа сен енді керек емессің. Енді не бетіңді айтасың? Айтам сені Нұрболатқа. Не деп айтасың? Маған қыздығыңды бергеніңді айтасың ба? Сен мен алдап алып шықтың, сұмырай. Жек көрем сені, оңбаған. Болатын іс болды. Кешір. Сені бір көргенен ғашық болдым. Қанша сені ұмытамын деп тырыстым, ұмыта алмадым. Енді сен менікісің. Мен сені ешкімге бермеймін. Нұрболатты ұмыт, бәрін ұмыт. Істеген ісімді өз мойныммен көтеремін. Мен саған үйленемін. Маған тұрмысқа шық. Мен сені бақытты қылдырамын. Әлі екеуміз бақытты боламыз. Саған мен тұрмысқа шықпаймын. Мен сені соттатамын, көзіңді құртам. Ашуыңды бас енді. Мен сені сүйгенде ешкім сені сүймейді. Есіңде болсын. Айттым ғой, сен мендіксің. Мен саған үйленемін, ойлан. Сен қаласан, сені қазір алып қашамын». Асылзат бір нүктеге қарап, есеңгіреп, үнсіз отыр. Ойы сансаққа жүгірді. Нұрболатқа не бетімді айтамын? Досың Асқат мені зорлады деп айтқанда, ол маған сене ма? Енді не істеймін? Зорлады деп арыздансам, әке-шешем ағаларымды ел-жұртқа ятқа қалдырамын. Бүкіл ауыл шулап, әке-ағаларымды жерге қаратамын ғой. Жоқ, арыздануға болмайды. Болмайды. Енді не істеймін? Бұл үнсіздікті Асқат бұзды. Өзіңді өзің жөнге келтір. Сені апарып тастайын. Ойлан. Нұрболатпен қатынасыңды үз. Ұқтың ба? Деді Асқат бұйыра сөйлеп. Жатақханаға келіп, Айзат тағы да көз жасына ерік берді. Өмірден түңіліп кеткендей болды. Өз-өзіне қос алғысы да келді. Бірақ анасын ойлады. Анасына 1 жыл бұрын жүрегіне ота жасаған болатын. Егер маған бір нәрсе болса, анам көтер алмайды. Жүрегі шыдамайды. Бұлай істеуіме болмайды, деп райынан қайтты. Енді Нұрболатқа не деп айтамын? Мен Асқат зорлады деймін ба? Солай айтқанда ол маған үйленеді дейсің ба? Мен енді Нұрболатты ұмытуым керек. Оны мәңгіге жүрегімнен өшіруім керек. Бүгін тағы сүйгені Нұрболат қоңырау шалды. Бірақ Айзат оның қоңырауларына жауап бермеді. Нұрболаттың жазған хаттарына да жауап жазбады. Күнде осындай жауапсыз хаттар қала берді. Күн артынан күндер өтті. Асылзат өзін жайсыз сезінді. Мазасы кетіп, жүрегі айнып, лықси берді. Айзат өзінің 2 қабат екеніне көзі жетті. Енді не істеймін? Зорландым. Енді міне аяғым ауыр. Не істеймін? Баланы алғызып тастайын десе, әлі кәмелетке толмаған. Айзат не істерін білмей қатты қиналды. Жылап көзінен жас та таусылды. Асқат күнде қоңырау шалады. Асылзат оның қоңырауларына мүлдем жауап бермеді. 15 күнде зыр етіп өте шықты. Бүгін сүйгені Нұрболаттың іс-сапардан келетін күні. Асылзат Нұрболатқа бар шындықты айтуға бел байлады. Нұрболат пойыздан түсе сала, сүйгені Асылзатқа құстай ұшты. Асылзат оқуынан шықса, Нұрболат өзін күтіп тұр екен. Жаным, қалың қалай? Асылзат Нұрболаттан жылы сөз ести сала, көңілі босап жылап жіберді. Не болды? Не болып қалды? Деп Айзатты еркелете құшағын алды. Асылзат Нұрболаттың иығына басын салып, еңкілдеп әлі жылап тұр. Жаным, қорқытпашы, не болды? Түсіндіріп айтсаңшы, неге жылайсың? Нұрболат, кешір мені. Біз екеуміз енді бірге бола алмаймыз. Ұмыт мені. Кешір. Не болды? Айтшы, неге? Айзат солқылдап жылап тұрып. Мені
Сенің досың Асхат зорлады. Не дейсің? Нұрболат Айзатты құшағынан босатып, екі иығынан ұстап сілкіледі. Не дейсің? Асхат сені зорлау мүмкін емес. Ол мені сен келеді деп алдап алып шықты. Ол мені зорлады, деп еңкілдеп жылады. Нұрболат түнеріп кетті. Бұрылып артына қарамай кетіп қалды. Сол кеткеннен Нұрболат қайтып келмеді. Асхат көпке дейін Асылзаттың жолын торауылдап жүрді. Сені көргім келмейді, енді маған жолама, деп Айзат қасына жолатпады. Айзаттың қарсылығына қарамастан Асхат та келуін тоқтатпады. Күнде сабақтан шыққанда өзін күтіп тұратын. Асхат бір күндері жоқ болып келмей кетті. Асылзат енді Асхатты өздейтін болды. Өйткені сәби өсіп, іші шығып қалған еді. Ел жұртқа ұятқа қалмай тұрғанда Асхаттың етегінен ұстауға бел байлады. Ұялы телефонынан оның нөмірін бұғаттаудан өшіріп, оған телефон соқты. Алло, ар жақтан қыздың дауысын естіді де, Айзат телефонды үндемей тастай салды. Ойы сан-саққа жүгірді. Ол мені ендігі ұмытып кеткен ғой. Мүмкін үйленіп те алған болар. Енді қайттым, деп Асылзат өксіп жылады. Сол мезетте телефон шырылдай жөнелді. Қарап еді, өзіне қоңырау шалып жатқан Асхат екен. Айзат ұялы телефонын жалма-жан көтерді. Алло, Асылзат, қалың қалай? Асхат, екеуміз жолығып сөйлесуіміз керек. Жақсы, сөйлесейік. Мен ауылда отпускада едім. Сенің қоңырауыңа жауап берген қарындасым, деп ақталғандай болды. Айзат қарындасы болғанға іштей қуанып қалды. Ертең келемін, кездескенше. Жақсы, деп Айзат сөзін аяқтады. Ертесі Асылзат пен Асхат шағын мейрамханада кездесті. Айзат келгенде Асхат оны әдемі шоқ гүлдермен күтіп алды. Асхат Айзатты көріп қуанышты үнмен: «Сәлем». «Сәлем», Асылзат көңілсіз солғын үнмен жауап берді. Терезеге қарап, алысқа көз тастап отырды. Асылзат, ендігі ойланған шығарсың. Мен сөзімде тұрамын, егер сен келіссең. Асхат, менің аяғым ауыр. Асхаттың қуанышында шек болған жоқ. Қатты қуанғаны сонша, орнынан атып тұрып, Айзатты көтеріп алып құшағына басты. Көп замай Айзат Асхатқа тұрмысқа шықты. Арада тұңғыштар дүниеге келді. Асхат сөзінде тұрды. Асылзатты алақанында аялап ұстады. Өзіне адал жар, баласына мейірімді әке болды. Айзатқа деген жылулық, сыйластық артынан үлкен махаббатқа ұласты. Асылзат Асхатты шын жүрегімен сүйіп қалды. Асылзаттың бұрынғы сүйгені Нұрболатқа келсек, ол жұмысқа ішімдік ішіп келіп, төбелесіп жұмыстан қуылғанын күйеуі Асхаттан естіген болатын. Арада 10 жылдай уақыт өтті. Асхаттың туыс бауыры ішімдікке салынып, наркодиспансерде жатқан болатын. Сол жердің ауласында отырған бұрынғы жігіті Нұрболатты көрді. Наркоман екен. Сондай жігіт осындай халге түседі деп кім ойлаған? Нұрболат бұрынғы сүйгені Асылзатты танып, соңынан қарап қалды.